Қазақстандық танымал боксшы жайлы шұғыл ақпарат. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Орта салмақтағы қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлы мен кубалық Эрисланды Лара арасындағы біріктіру жекпе-жегінің өтетін уақыты мен орны белгілі болды. Рафаэльдің мәліметінше, жекпе-жек 6 желтоқсанда ақшың Техас штатындағы Сан-Антонио қаласында Фростбанк Центр аренасында өтеді. Бұл кеш орта салмақта Обо Ив және Оба тұжырымдамалары бойынша әлем чемпионы белбеулері сарапқа салынатын ерекше оқиға болмақ. Кештің басты бәсекесінде мексикалық Айзек Круз бен америкалық Ламонт Роуч жұдырықтасы өз нұсқасы бойынша уақытша әлем чемпионы атағын анықтайды. Қазақстан уақыты бойынша жекпе-жек 7 желтоқсан күні таңертең көрсетіледі. Айта кетсек, Жәнібек Әлімханұлы биыл сәуір айында Астанада өткен соңғы кездесуінде француз Анауэл 5-ші раундта нокаутпен жеңіп, өз белбеуін сәтті қорғаған болатын. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.